أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Жоқтан бар еткен, ұйыған қаннан жаратқан Алла Тағала сансыз мадақтар мен шүкірлер болсын. Сабыр. Алла Тағала Құран-ы Кәрімнің Бақара сүресінде يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Бастарыңа қандай да бір қайғы, қасірет, мұң, бақытсыздық келген кезде сабырлықпен және намазбен Алладан жәрдем сұраңдар. Инналлаха мағас-сабирин. Алла Тағала сабырлармен бірге. Қараңыз, сізге бір сондай қиын жағдай болып қалды, немесе басыңызға мұң келіп қалды, бақытсыздық болып қалды. Осындай қиын сәттерде сіз бірінші сабыр сақтауыңыз керек. Отырған кезде ашулансаңыз тұрыңыз, тұрған кезде ашулансаңыз жүріңіз, жүрген кезде ашулансаңыз отырыңыз. Ал онда да басылмайтын болса, ашу бұл шайтаннан, шайтан оттан, отты не басады? Отты су басады. Әрине міндетті түрде дәрет алыңыз. Сосын сабыр сақтап болғаннан кейін Аллаға жалбарынып, намаз оқып, Алладан тілегіңізді тілеңіз. Алла Тағала сөзсіз қабыл етеді. Келесі бір аятта أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Біз сендерді үреймен, аштықпен, һәм мал мүліктеріңді, жақындарыңды, әрі өнімдеріңді, яғни тапқан табыстарыңды кеміту арқылы сөзсіз сынаймыз. Ендеше сабырлы болғандардан сүйіншілей бер. Қараңыздар, Алла Тағала бізге бір қиындық болып жатқан болса, бірде бір қиыншылық болып жатқан болса, ақшамыз азайып бара жатқан болса, немесе қарнымыз аш болып тұрған болса, мал мүліктеріміз азайып бара жатқан болса, жақындарымыз дүниеден өтіп бара жатқан болса, біліңіз, бұл Алла Тағаланың сізді жақсы көргеннің арқасында беріп жатқан сынап жатқаны. Ендеше сабырлы болғандарды сүйіншілей бер. Қараңыз, сол Алла Тағаланың сынағы келген кезде сіз қандай жағдай болмасын, соған сабыр еткеніңіз үшін Алла Тағала сізді жәннатпен сүйіншілеп жатыр. Келесі бір аятта أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Зумар сүресінің 10 аятында Алла Тағала шүбәсіз сабырлы болғандарға қисапсыз сауап беріледі. Қараңыз, бір ғана сабыр сақтау арқылы сіз есепсіз сауапқа кенеліп жатырсыз. Алла Тағаланың мейірімі, махаббаты қандай кең. Allah жар болсын.